Адамзат баласының өмір сүруі белгілі бір заңдылықтарға бағынатыны сияқты, біздің әлемімізде мекен еткен әр мемлекеттің де негізгі заңы болуы қажет. Ол заңның барлық тілдердегі мойындалған атауы ол Конституция. Біздің еліміз 1995 жылы 30 тамызда өзінің талған талқысынан өткен басты құжатты Конституциясын жүрек қалауымен қабылдайды. Жасампаздықтың жаңылмас жарғысы болған Конституция біздің барша жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды. Жаңа Конституция қабылдау арқылы Қазақстан жаңа дәуірге қадам басты. Осы мерейлі межеге биыл 26 жыл толып отыр. Түрлі құндылықтарымыздың қағидаттарын бұлжытпай орындағанымыздың нәтижесінде біз мемлекетімізді орнаттық. Тәуелсіздігімізді тұғырлы қылып еттік. Егемен ел атандық. Әр азат елдің өзінің тәуелсіздік екенін көрсететін басты белгілері бар. Олар рәміздер. 1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасы өзінің рәміздерін алды. Олар Қазақстан Республикасының әнұраны, Қазақстан Республикасының елтаңбасы және Қазақстан Республикасының туы. Мемлекеттік туымыз бірыңғай көгілдір түсті. Бұл түс бұлтсыз ашық аспанды бейнелейді. Бұлтсыз ашық аспан әр қашанда тыныштық пен бейбітшілікті елестетеді. Нұрға малынған алтын күн, байлық пен жақсылықтың бейнесі. Күннің астындағы қалықтаған құран еліміздің еркіндік сүйгіш асқақ рухын, жан дүниеміздің кең байтақ екенін жария етеді. Ағаш сабына бекітілген тік жолақ жанындағы ұлттық ою-өрнек. Ою-өрнек күн қыран алтын түстес. Тудың авторы еліміздегі дизайнерлік өнердің іргетасын қалаушыларының бірі Оңдасынұлы Шәкен Ниязбеков ағамыз. Айнымайды аспаннан, мереке бүгін бақ күні, біздің тудың бояуы, егеменді елімнің, оны халық қашанда желбірейді көк туы, биікке іліп қояды, түсіндей боп көгімнің. Біздің елтаңба әлемде сирек кездесетін елтаңба. Елтаңба негізі шаңырақ. Шаңырақ елтаңбаның жүрегі. Шаңырақ отан отбасыдан басталады. Ортақ шаңырақ биік, босағамыз берік болсын деген мағынаны білдіреді. Ал уықтар ел жұрт бай, қуатты болсын деген мағынаны білдіреді. Ақ мүйізді алтын қанатты қос пырақ арыстанның жүректілігін және қыранның қырағылығын білдіреді. Бес бұрышты жұлдыз. Бағымыз ашылып, жұлдызымыз жарқырай берсін деген мағынада айтылған сөз. Төменгі жағында Қазақстан деген ол республиканың атын көрсетеді. Елтаңбаның үстік жобасына 245 жұмыс және де 67 хат ұсынылған екен. Халық қалаулыларымен және де елбасының көзіне түскен Жандарбек Мәлімбекұлы мен Шоқан Уәлихановтың жұмысы. Бүгінгі таңдағы біздің елтаңбамыз. Өр қанатты сұңқардың қанатымен шырқаркім Қазақстан отаным әлем білген атаған жарқыраған әртаңда мемлекеттік елтаңба. Қата шапқан қос тұлпар аясында қазақ үй. Қалықтаған жас сұңқар шарықтаған таза күй. Бұл елтаңбасы елімнің, елдігімнің белгісі. Елтаңбасы елімнің неткен көркем әдемі тұнағындай. Мемлекеттік рәміздердің ең маңыздысы әнұран. Әнұран ол мемлекеттің салтанатты әні. Әнұран халықты әйгілі етеді. Оның сөздерінде халықтың мың жылғы тарихы, келешек арманы және бүгінгі өмірі айтылады. Әнұранды айтарда қолымызды жүрек тұсына қойып түрегеліп айтамыз. Бұл дегеніміз мемлекетіне деген құрметті көрсетеді. Халық өмір салтын, бүгінгі тіршілігі мен келешек армандарын, мың жылғы тарихын осы әнге сыйғызған. 2006 жылғы 7 қаңтардағы Конституциялық заңға сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы мен мәтіні жаңа редакцияда жазылған.
Мемлекеттік әнұранның авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмеденов және Нұрсұлтан Назарбаев. Әнұраным, жанұраным, айтар әнім, сөйлер сөзім, туған жерім, сағынарым, бақыт бірлік күн талабы. Тоқтамайды дабыр әнім, мәңгі бақи шырқалады. Республикам, әнұраным. Мемлекеттік туымыз бірыңғай көгілдір түсті. Бұл түс, бұлтсыз ашық аспанды бейнелейді. Бұлтсыз ашық аспан әр қашанда тыныштық пен бейбітшілікті елестетеді.